Алғаш рет өмірімде бірінші рет ойылдың суына тәнім денем тиіп тұр, суға түсіп шомылып тұрмын. Бұл атақты жазушы Мақсұт Ойылұлының туған жері. Мақсұт ізім ұлы Ойылұлы дейтін псевдониммен әдебиет қауымына мәлім. Осы елдің ойылдың бойында ойнап өскен сабақша. Мына бір тұс қазір Миялы кентінің аудан орталығы, Жылғаға ауданның орталығы Миялы кентінің тұсы. Ал Мақсұт осыдан 20 шақырым жердегі Ағоба Аққора дейтін ауылда қазіргі Жас Қайрат Қызылту колхозының тұсында ойылдың суында ойнап өскен. Осы су сол жағаға дейін барады. Ал сыртқа, жауырын сыртқа беріп қарап тұрған біздің құдамыз Мәлік деген құдамыз атақты палуан, әлем, Азия чемпиондарын тәрбиелеп шығарған бірнеше осы кісі біздің құда. Оның қасында тұрған атақты таеквондошы Мұстафа Өсіровтің шәкірті Қабибек оқиды. Міне осындай жақсылар мен жайсаңдар ойылдың суына түсіп бақытына ие болып тұрған көпір. Осы көпір ары қарай Қарабау жаққа қарай алып шығады.